Астанада көз жанары көрмей қалған науқасқа жасалған күрделі ота сәтті аяқталды. Ұлттық нейрохирургия орталығы өте сирек кездесетін операция жүргізген. Ая Мүтәлі науқастың қазіргі жағдайын біліп келді. Вы меня видите? Не вижу. Ага. Біреуге көрген жоқ болады. А теперь им надо говорить что-то. Гүлмира Байдалиева осыдан 3 ай бұрын инсульт алған. Дәрігерлер өмірін аман алып қалғанымен науқастың көру қабілеті күннен күнге нашарлапты. Bir жанары 30%-ға, екінші көзі мүлдем көрмей қалған. Гүлмираның отбасының ота жасату үшін жүгінбеген жері жоқ. Соңғы үміті ұлттық нейрохирургия орталығы болды. Көз көрмеген жаман ғой вообще. Өмір сүргің келмейді, ойлайсың, көрмесе қалай өмір сүресің. Bir адам сенің қасында өмір бақи жүру керек. Науқастың бас ми тамырлары кеңейіп, көздің жүйкесіне қысым көрсетіп тұрған дейді дәрігерлер. Ал мұндай қауіпті диагнозға операция елімізде сирек жасалады. Сондықтан ота өте күрделі жағдайда өтті. Шамамен 15 сағатқа созылған. Бірнеше этапқа бөлініп жасалды ашық операция. Операцияның мақсаты біздің аневризманы, жыртылған аневризм жарылған. Оны толықтай жабу аневризманы, және де ішіндегі аневризма ішінде қысым көрсетіп тұр нервті. Соның ішіндегі спиральді босату керек болды. Мақсатымызға жеттік. Ты нас видишь, да? Жаным, күнім, алтыным. Біз енді өз көзімізбен көріп сенбей, оң көзіңді жап, сол көзіңді жап деп тексердік, шыны керек. Қуанып, енді қуанышымызда шек жоқ, қуанышты хабармен үйімізге қайтайық деп жатырмыз. Екі көзі де көріп, Құдайға тәуба шүкір. Ал күрделі отаны науқас тегін жасатты. Емге жұмсалған қаражат әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры есебінде жүргізілді. Ая Мүтәлі, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.